Мадридтік Реал Тони Кростың орнын алмастыра алатын ойыншыны тапты. Ол кім? 17 жасар Ямаль Барсаның баға жетпес ойыншысына айналды. UFC чемпионы Роналдуға не себепті балағат айтты? Осы және өзге де қызыққа толы жаңалықтар біздің бүгінгі видеода. Жаңадан тіркелгендерге, сондай-ақ бұрыннан бергі жазылушыларымызға үлкен алғысымызды білдіреміз. Қазақ тілді футбол арнасына көмек көрсету мақсатында арнамызға жазылуды және бейнероликке лайк басуларыңызды сұраймыз. Қоңырау түймешесін қосып қоюды да ұмытпаңыздар. Ендеше бастаймыз. Ұлыбритания басшылығы Манчестер Сити мен Ньюкасл клубтарын тығырыққа тіреуі мүмкін. Соңғы кездері Манчестер Сити ұжымының басына қара бұлт төніп, олар қиын кезеңді бастан өткізіп жүр. Алайда алдағы уақытта олардың жағдайы одан да бетер ауыр күйге ұшырауы мүмкін. The Times баспасының ақпаратына сүйенсек, Ұлыбританияның парламентінде футболды басқаруға қатысты арнайы заң жобасы қабылдануы мүмкін. Және бұл заң бойынша тұтастай бір мемлекеттің футбол клубтарын басқаруларына тыйым салынбақ. Егер де осы заң қабылданып күшіне енетін болса, онда Манчестер Сити және де Ньюкасл клубтарына басшылықтарын ауыстыруға тура келеді. Айта кетсек, Ситилік клуб Біріккен Араб Әмірлігі елінің басшылығындағы City Football Group компаниясына тиесілі. Ал Ньюкасл клубы болса, оларды Сауд Арабия елінің инвестициялық қорына тікелей қатысты басшылар басқарады. Барселонаның басты жұлдызды ойыншысы Ламин Ямаль өзіне басқа бір шама топ клубтардың қатты қызығушылық танытып жүргендіктеріне қарамастан өз клубында қалып келісім шарттан әрі қарай ұзарту бойынша мәмілеге келген. Ел Черенгето басылымының деректеріне сүйенсек, аталған жас талантты футболшы каталондық ұжыммен ұзақ мерзімді келісім шартқа қол қоюға әзір. Бұл жаңа контракт 6 жылға дейін жарамды болады деп күтілуде. Және Ямальдың келісім шарттағы кері шегіністегі сомасы 1 миллиард еуроны құрамақ. Яғни бұл дегеніміз, алдағы уақытта Ламин Ямальды аламын деген кез келген клуб трансфер үшін миллиард еуро қаржыны төлеуге тиіс болады. Жаңа келісім шарт Ямальдың 18 жасына толған кезінде, яғни алдағы шілде айында ресми түрде бекітілмек. Ағымдағы маусымда 20 матчқа қатысқан 17 жасар шабуылшы 6 голды соғып, және 12 голдық пас жасап көзге түскен. Манчестер Юнайтед ұжымы ағылшындық вингер Маркус Решфордты сатып жіберуге дайын. Осы жөнінде тілші Флориан Плеттенберг мәлімдеуде. Ақпараттар бойынша командаға жаңадан келген жаттықтырушы Рубен Аморимнің аталған ойыншыға молынан сенім артатындығына қарамастан, Манкуниандық ұжымның басшылары бәрібірде онымен қош айтысу шешімін қабылдаған сыңайлы. Осылайша ағылшындықтар алдағы қаңтар айындағы трансферлік терезеде, сондай-ақ осы маусымның соңында Решфордты сатып алу бойынша басқа клубтардың тарапынан келіп түсер ұсыныстарды қарастырмақ. Неге аяқ астынан бұлай болды десе, футболшының жалақысының тым жоғары екендігі басты себеп атанып отыр. Жоғары жалақы алатын футболшылармен қош айтысу жағы клубқа финанстық фейрплей жағдайды реттеуге, сондай басқа ойыншыларды өз қаталарына қосуға мүмкіндік береді. Айта кетсек, Маркус Решфорд Манкуниандық ұжымның тәлімгері болып табылады. Алдағы келесі екі әлем чемпионаты турнирлерінің қай елдерде өтетіні ресми түрде анықталды. FIFA ұжымы Цюрих қаласындағы өткен кезектен тас конгресінде 2030 жылға әлем біріншілігінің Португалия, Испания, сондай-ақ Марокко осы аталған 3 бірдей елде өтетіндігін жариялады. Ал 2034 жылға әлем чемпионаты болса, Сауд Арабия елінде өтетін болды. Португалдық шабуылшы Криштиану Роналду мундиалдың алдағы уақытта өз елінде өтетіндігіне қуанышын білдірді. Арман орындалды. Португалия 2030 жылға әлем чемпионатын қабылдайды, және біз бұны бірге мақтан тұтамыз, деп жазып қалдырған екен Аль Наср шабуылшысы өзінің ресми парақшасында. Атышулы футболшы Поль Погба әлі де өзіне жаңа команда таба алатын емес, және оның мансабы әрі қарай қай командада жалғасатыны туралы көптеген сыбыстар тоқтаусыз айтылып жүр. Аримти спорт баспасының хабарлауы бойынша Марсель клубы аталған ойыншыға 2026 жылдың жазына дейінгі 1 жылдық келісім шарт ұсынуды қарастыруда. Дегенмен тараптар арасында әзірге ешқандай келіссөздер жүргізіліп көрмеген. Сонымен қоса футболшының жеке өзінің де Марсель сапына ауысуға қарсылығы жоқ екендігі де айтылуда. Деректерге сүйенсек, Марсель ұжымындағылар Поль Погбамен нақты келіссөздер жүргізіп бастау процесін шамамен наурыз айына қарай бастамақ.
Дәл сол кезде футболшының допингке қатысты даулы дисквалификациясының мерзімі де аяқталады. Погбаның өнер көрсеткен ақырғы командасы итальяндық Ювентус болды. Еске салсақ, футболшы мен клуб келісім шартты өзара келісім бойынша тоқтатты. Грузиндік жартылай шабуылшы Хвича Кварацхелия Наполи клубымен келісім шартын ұзартуы мүмкін. Осы жөнінде Corriere dello Sport баспасы мәлімдеуде. Ақпараттарға сүйенсек, тараптар арасында келісімді әрі қарай 2029 жылға дейін ұзарту бойынша қайтадан келіссөздер жүргізіліп басталған. Және бұл контракт арқылы футболшының жалақысы бонустармен қоса еселенеді деп күтілуде. Барлығы ойдағыдай болған жағдайда нақты келісім осы жылдың соңына дейін бекітіліп шешілмек. Футболшы мен клубтың арасындағы қазіргі келісім шарт 2027 жылдың жазына дейін жарамды. Итальяндықтар Хвичаны жылдық жалақысын 6 миллион еуроны құрайтындай етуге әзір. Егер де футболшы ақыры бұл ұсынысқа келіспесе, онда неаполитандық ұжым оны трансферлік сатылымға қоймақ. Ағымдағы маусымда 17 матчқа қатысқан жартылай шабуылшы 5 гол мен 2 нәтижелі пасты еншілеген. Мадридтік Реал ұжымы Реал Сосьедадтың жартылай қорғаушысы Мартин Субимендиге қызығушылық танытуда. Осы жайында El Chiringuito баспасы хабарлауда. Тони Кросс кеткелі бері Реалға орталық жартылай қорғаныс қапталында басқа ойыншыларды керемет пастармен қамтамасыз ете алатын креативті жартылай қорғаушы жетіспей жүр. Реал ұжымындағылар бұл позицияға басқа командалардағы біршама футболшыларды іздестіріп қарастырып көрген. Алайда оларды Субимендиден артық ешкім қызықтыра қоймаған. Дегенмен Реалға бұл аталған испандық футболшыны алу оңайға соқпасы айдан анық. Оған Реалдан өзге Ливерпуль, сондай-ақ Манчестер Сити командалары да белсенді түрде қызығуда. Трансфермаркт порталы 25 жастағы жартылай қорғаушының қазіргі нарықтағы құнын 60 миллион еуроға бағалайды. Барселона клубы жартылай қорғаушы Френки де Йонгпен осы маусымның соңында қош айтысуға дайын деп мәлімдеуде Каталония радио баспасы. Ақпараттар бойынша каталондық ұжым нидерландиялық футболшыны 20 миллион еуроға сатып жіберу жағын қарастыруда. Де Йонгтың жарақатты өте жиі алатындығы, сондай оның жалақысының тым жоғары болғандығы осыған басты себеп болып отыр. Айта кетерлігі, аталған ойыншының клубтағы жалақысы жылына баққандай 35 миллион еуроны құрайды. Еске салсақ, Де Йонг өткен сәуір айында тобығынан ауыр жарақат алып, емделіп қалпына келуі үшін шамамен жарты жылдай уақыт кеткен болатын. Міне, әсіресе осы жағдай көп нәрсені өзгерткен. Себебі бұған дейін Барселона басшылығындағылар Френкиді маңызды ойыншы санап, онымен жаңа келісім шартқа отыруға да дайын болған. Тараптар арасындағы қазіргі келісім 2026 жылдың жазына дейін негізделген. Жартылай жеңіл салмақтағы UFC чемпионы Илья Топурья жұлдызды шабуылшы Криштиану Роналдуды балағаттады. Жақындағы берген сұхбаттарының бірінде ережесі жекпе-жек шебері келесі төбелесін ақш еліндегі Майамиде өткізіп, сол жерде Мессиді көргісі келетінін айтқан. Мен номер бірінші басты үміткер болып саналатын Чарльз Оливерамен шайқасуды қалаймын. Бізде бұл жерде Месси бар, ал Роналду болса нахуй кете берсе болады, деп жеткізген екен Топурья. Айта кетсек, осыған дейін Роналду Макс Холлоуэй мен Топурьяны жекпе-жегінің алдында испандық UFC жауынгері туралы айтып, оның көп сөйлей беретінін және әлі ешқандай мықты біреумен шығып көрмеді деп өз пікірін жеткізген еді. Және Криштиану мен Топурья арасындағы келіспеушілік дау осыдан басталған. Топурьяға Роналдудың бұл айтқандары жақпай қалып, артынша ол да қалыспай футболшы жайындағы жағымсыз пікірлерін айтып жүр. Айта кетсек, Илья Топурья Холлоуэймен болған жекпе-жекте нокаут арқылы айқын жеңіске қол жеткізді.